Кайырлы күн, бас ақпарат арнасы өз жұмысын бастайды. Студияда Гүлзат Шынтаева. Қызылорда облысының Арал ауданына қарасты Қаратерең елді мекенінің ұстаздары үздік педагог конкурсына дайындық жұмыстарын бастады. Конкурсқа аса белсенділікпен атсалысқан әріптестер үздік педагог атағын қалайда иемденуді жоспарлап отыр. Министрлік конкурсты өткізу туралы хабарландыруды естігеннен бастап, педагогтар арасында лайықты деген әріптестер сараланып, мектепшілік комиссия құрылды. Бұл Арал ауданына қарасты Қаратерең елді мекені. Шалғайда орналасқан бұл ауылдың ұстаздарының сайысқа дайындық жұмыстары барша облыс тұрғындарының назарына ілікті. Осы орайда біздің әріптестеріміз осындай шалғай ауылда орналасқан нөмір 82-ші орта мектеп педагогтарының дайындықтарын өз көздерімен көруге бет бұрды. Сіздердің назарларыңызда нөмір 82-ші орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Мектепте 410 оқушы білім алуда. Жоспарымыз бойынша білім ордасымен танысуға бет алдық. Алдымен мектеп директорымен кездесіп, сұхбаттасуды жөн көрдік. Үздік педагог конкурсы болайын жатыр. Сіз осы мектептен қай әріптесіңізді, қай ұстазыңызды лайықты деп санайсыз? Оған лайықты әріптестеріміздің өз басын көп деп есептеймін. Соның ішінде география пәнінің мұғалімі Мұханова Гүлнар осы үздік педагог сайысына лайықты деп есептеймін. Бұл әріптесіңізді не себепті осы үздік педагог конкурсына лайықты деп санайсыз? Гүлнар біріншіден уақытылы білім жетілдіру курстарынан өтіп, қазір тренерлік дәрежедегі мұғалім. Екіншіден республикалық дәрежедегі оқушы дайындап отырған мұғалім сайыстарға. Сондықтан өзінің қызметіне сәйкес осы үздік мұғалім үздік педагогикалық қызметкер есебінен ұсынылған. Әріптестеріңіздің ішінен үздік педагог конкурсына кім қатысқалы жатыр? Мұханова Гүлнар қатысқалы жатыр. Жалпы Гүлнар апайдың қатысқанына өз қарсылығыңыз жоқ па? Жоқ, қарсылығым жоқ. Лайықты жетістіктері бар. Мектептегі үздік мұғалімдердің санатындағы мұғалім. Енді сонымен бірге Гүлнар осы мектепке серпін қауымдастығына жетекшілік етеді. Жаңашыл ұстаз, бірінші деңгейлі тренер. Енді Гүлнардың көптеген жетістіктері бар. Ауыз толтырып айтатын. Мектепте үздік педагог сайысы болғалы жатыр екен. Өздерің кімді лайық деп ойлайсыз? Үздік білімге қатысса өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі ол бізге көптеген білім үйретіп жүр. Оның ақылдылығы көрініп тұр. Үздік білімде менің ойымша ол бірінші орын алып келсін. Сәттілік. Өзіңізге қоятын бір сұрағымыз бар. Алғашқы сұрағымыз осы ұстаздық жолды таңдау себебіңіз. Жалпы ұстаздыққа әрбір адам өз жүрек қалауымен келеді деп айта аламын. Жалпы бұл өмір атты ұзақ жолда ұстаздардан тәлім мен тәрбие алмаған адам жоқ. Өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Мен Гүлнар Мұханова, нөмірі 82-ші орта мектептің география пәнінің мұғалімімін. Адам үшін мамандық таңдау өмірдегі ең үлкен қадам болып табылады. Мен де осы орайда Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата атындағы университетке оқуға түсіп, тарих география пәні мамандығы бойынша тәмамдадым. Сіздің кәсіби миссияңыз? Менің басты миссиям өз үйренгенімді әріптестеріммен бөлісіп отыру. Ата-ана, оқушы, мұғалім үштігі үнемі байланыста ма? Ата-аналармен жаңа технологияларды негізге ала отырып, қазіргі заман талабына сай іс-шаралар өтуді дұрыс деп санаймын. Ұлттық бірыңғай тестілеу туралы өзіңіздің жеке пікіріңізді айтып өтсеңіз. Былтырғы бітірген шәкірттерімде ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл жинап, грант иегері атанды. Мен Али Жарқынай, Қызылорда облысы Арал ауданы Қаратерең елді мекені номері 82-ші орта мектептің 2022 жылғы түлегімін. 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін сынып жетекшілік қызметін атқарған Мұханова Гүлнар апайымыз болады. Жетекшіміз Гүлнар апайдың сапалы білімінен, саналы тәрбиесінен өткен оқушылары грант иегерлері атанып, бүгінде беделді оқу орындарының студенті болып отыр. Сіздің ең үлкен жетістігіңіз қандай? Былтырғы оқу жылында 6-шы сынып оқушысы Шынтемір Назерке жаратылыстану пәнінен олимпиадаға қатысып, аудандық, облыстық, республикалық олимпиаданың жеңімпазы атанып, бірінші орынды иеленді. Жақсы, Гүлнар апашқызы, уақыт бөліп сұхбат беруге келіскені үшін үлкен рахмет, керемет сұхбат болды. Алдағы үздік педагог сайысында жеңімпаз атануыңызға сәттілік тілейміз. Сізге де рахмет. Еңбектеріңізге жеміс тілеймін, сәттілік тілеймін. Аман болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз.